Ассалаумағалейкум құрметтілер, сіздермен бірге ағартушылық бағыттағы жоба Білте подкаст арнасынан қош келесіздер. Арнаға тіркелеміз, қолдаймыз, пікір жазайық, көпшілікпен бөлісе отырыңыздар. Жобаның басты серіктесі Атлас Туризм компаниясы, сапалы әрі сенімді сапар Атлас Туризммен бірге. Енді біз тақырыпты жалғай отырайық. Алдыңғы түсірілімдегі тақырыбымызды жалғаймыз. Құрманғазы Тұрмахан ұстазымыз, Нұр-Марак университетінің аға оқытушысы, ризық және табыс кітаптарының авторы, ғылым докторы. Менде бір сұрақ шығып тұр енді. Жалпы адамдар осының барлығын негізі білмейді емес, енді бәрі деп айтпай ақ қояйын, көпшілігі біледі. Бұл пайдасыз екен. Бірақ неге пайдасызға қарай жүреді? Сіздің ойыңыз қалай? Мысалы, мына нәрсе пайдалы, мына нәрсе пайдасыз. Бірақ адам өзі сондай ғой, тиіспей деген нәрсені тиіседі. Неге екен? Енді ол былай ғой, көп адамдар сол пайдасыз деп айтып отқан нәрсемізден пайда көреді. Ол мүмкін емес. Мысалы, темекі. Темекіге шығарылатын ақша бар ғой. 1000 теңге деп айтатын болсақ, онда күнде айына 30 мың теңге жиналды. Енді ана адам 30 мыңды бір жылға қанша болады? 160 мың теңге. Енді солай жинаса, және де бір керексіз тағы да бір нәрсесі бар. Тағы бір нәрсе керексіз бар нәрсе бар ғой. Содан жалпы жинала беретін болса, Алланың берекесімен ол ақша өз-өзінің көбейе береді. Негізі жалпы біз қадам баспаймыз ғой. Негізі Алланы сынап отырамыз да, Алла қашан маған бересін деп. Ал сен өзің не істедің? Мысалы, аузыңда темекі, солай ғой. Уақытың болса бос кетіп жатыр. Темекіде біз бержағын етіп отырмыз. Бос контенттерді, әрине, уақыт жіберіп жатсыз. Ал енді Абай атамыз айтады ғой, жастықта бір күлгенің бір қаралық дейді. Жастықта бір күлгенің, орынсыз күлгенің, әрине, күлме деп отқан жоқпыз. Жастықта бір күлгенің бір қаралық. Бір қаралық деген бір сиырдың бағасы. 400-500-дің арасында. Солай ғой. Ол сондай екенін Абай атамыз өзі ел таныған кісі ғой енді. Сол кісіні тыңдайтын болсақ, хаким ғой өйткені. Біз көрмеген нәрсені көреді. Сонда қараңыз, бір орынсыз бір контентті қарап күлгеніңіз, өзіңізде тым қатысы жоқ. Сіз не істедіңіз? Алып отырсыз, керексізді толтырып отырсыз да өзіңізге. Керексізбен толтырып отырсыз. Керектен алудың орнына. Енді Абай атамыз сол заңдылықты айтып жатыр, негізінде өлеңді түсінсек. Бір қаралық сен зиян шектің дейді, бір сиырдың құнындай зиян шектің дейді. Ал енді темекі, ол кезде темекі болған жоқ қой. Абай атамыз онда айтар еді, негізі темекі болған жоқ та қазақтың арасында. Ал темекі, босқа кететін уақыттар, босқа кететін күштер, ақшалар, солардың бәрін жинасақ, біз негізі кедей болмас едік қазақ. Солай ғой. Соларды толтырсақ. Соны толтырсақ, мәселен. Әр нәрсенің өзін толтырып отыратын болсақ. Жалпы дәмелену де көп қой. Анау қалай бере қалады екен, бере қалса халық болып жинап берсе деген. Оны әлбетте барлығы деп жатқан жоқ. Біз қолайға сап-сау кеп керемет адамдар пайдасыз нәрсеге көңіл беріп қояды да. Мынандай айтып өтейік, мысалы маған енді бір консультацияға енді кісілер келеді ғой, біреу кәсіпкер келеді, басқа қаладан келеді. Сонда мен ойлаймын да, жалпы бұл кәсіп жүріп жатқан кәсіп еді, адамзатқа пайдалы болып жатқан кәсіп еді. Ол неге тоқтады, неге жүрмей қалды деген әңгіме болады да. Олар сұрақ қояды, өзіміз де ойланамыз. Сонда неге деген кезде мынандай бір заңдылықты орындамайды адам. Олардың компания басшыларының, кәсіпкерлердің жаңа айтқан сияқты бір ескі түсініктер бар да, ескі бір механизмдер. Содан айырылғысы келмейді, жаңа бір неге көшкісі келмейді. Солай ғой. Неге? Өйткені ол жерден амандық көреді. Осылай жүре берсем, ескі нәрсемен жүре беретін болсам, жаңа нәрсе маған қажет жоқ, өйткені жаңа нәрсемен танымаймын. Ол қауіпті нәрсе. Ескі нәрсемен бұрында да солай ақша тапқам. Тұрақты дейді. Сосын ананы жаңаны риск деп айтады өздері. Ал бірақ негізі босату, толтыру деген заңдылық оның ісінде жүріп жатыр. Солай. Ол білмейді бірақ. Солай. Сөйтті не істейді? Бұрынғы жаңағы компаниялар болды, Nokia деген. Motorola. Motorola. Солар да сөйтіп қалды ғой. Біздің қазір қолданып жүрген телефондар шыққан кезде, олар жаңа түймелі дейді, кнопкалы. Солармен қалды. Олар деді, жарамайды ол. Түймеліге, кнопкалыға ешнәрсе жетпейді деген сияқты. Ескі нәрсемен қалды. Содан олар не істеді? Көштен қалып кетті. Сөйтіп екі аяққа тұра алмай қалды. Енді Құранда Бақара сүресінің алғашқы аяттар деп айтсақ болады, енді Бақара сүресінің. Сонда айтады ғой, жаңа уамимма розақнахум юнфиқун дейді. Уамимма розақнахум, біз рызық еткен нәрседен нафақа жұмсайды дейді. Нафақа деген сөз енді бұл босатады. Босатып отырады да. Мынау ризық деген нәрсе мынандай ғой. Мысалы, қазір мен сусынды ішіп отырмын ба? Бұл ризық та маған. Егер мен ішпеген болсам, бөлмемде тұрған болса, үстелім үстінде тұрған болса да, ол маған қазірше ризық болып тұрған жоқ, көрдіңіз бе? Оны ризық деп айтпайды, оны мүлік деп айтады, мүлік. Тек пайдаланбасам,
мүлік болады. Мысалы мен үйімде кітаптар тұр, кейбірін оқыдым, кейбірін оқып үлгерген жоқпын. Оқығандарым ол ризық болып қалған. Енді сол мен пайдаланған, мен оны білемін, оны мен шынында тәжірибем бар, сол тәжірибелерің бар нәрседен инфақ жасаңдар деп отыр ғой, босатыңдар деп жатыр да. Сонда қалай әлемге солай пайда беру керек екен да. Білмейтін нәрсенен пайда бере алмаймын. Бұл энергиялық тұрғыда ғана айтып жатырмыз да. Сонда бұл айтады, сол аятты айтып келе жатып, улайка аля гудан мин раббихим ва улайка хумул муфлихун. Міне осылар құтылғандар дейді да, құтылғандар. Солай. Қалай? Босату, толтыру заңы бар. Алдыңғы аяттарда айтқан, 4-ші аятта айтқан. Енді 5-ші аятта айтады, соларды мақтап айтып жатыр. Міне осылар құтылғандар дейді. Өзіндегі босату керек нәрсенің босатты, оның орнына жаңа нәрсе алып келді. Мысалы қандай түрде болсын, мейлі қандай түрде болсын, ол материалды түрде болсын, ол физикалық түрде болсын, немесе мағынауи рухани түрде болсын, энергиялық түрде болсын, жалпы жамандықтан құтылғандар. Жаңа айтып отырмыз, не құтылады, не ұтылады деп отырмыз да. Солай ғой. Бұлар жайлы не деп айтты? Міне құтылғандар деп айтты. Сондықтан әр адам өзі біледі, не құтылады, не ұтылады. Солай ғой. Неге ондай болады? Жаңағы біз айтылған әлемдегі бар заңдылықтармен санасуымыз керек. Енді босату, толтыру дегенді мен өзім басымнан өтті негізі. Бірақ мынадай оқиға болған. Үйде бізде жаңа заттар, киімдер деген сияқты нәрселер жұбайым екеуміз ақылдастық та. Мен айтамын, осы визуальный шум деп айтады ғой, енді біреулер айтып жатады, естіп қаламыз. Адамның бір үнжырғасын түсіріп, толып тұрады да, барлығы минимализм деген нәрсені ойлап қалсаң, солар көп ойлатпайды. Сол кезде бізде болған біраз киімдерді мен ініме бергем, одан ініме үлкен болады ау дегендерді өте жақсы сапада, жаңағы жыртылмаған, түсі кетпегендерді шығарып, орап бір адамдарға бердік. Мен оны бір мақтаннан айтып жатқан жоқпын. Жалпы киілмеген киімнің де ақысы бар негізі деп сондай ойға келіп, бір жағынан визуальный шум, жаңағы босаттық, ұтқанын айтайын. Ішім жан дүнием рахаттанып, бір күшті болып қалдым. Екіншіден, ана гардероб босады. Ашқан кезде анаған қарап тұрып, мен кішкене демала аламын да. Бейтіп тұрған жақта, жарылайын деп тұрған жерден босақ қалды да, кеп керемет болып. Оның барлығы сол ескі нәрселерді, кейбір нәрселер адамның сол бір ойлауға, бір нәрсеге кедергі, банағы темір жеңе беретін ағам сияқты ғой. Темір жеңе береді, ескі нәрсе, ескі машина жинай береді. Құранда да айтады бір аятта. Кайла якуна дулатан байнал агния минкум. Яғни сендердің бай дәулеттілердің арасында ғана жүріп тұрмау үшін дейді да. Мәселен бір олжа түсті, бір пайда келді бір адамдарға да. Сондай бір жағдай болады, оны қалталылар, жалпы дәулеттілер өз арасында ұстағысы келеді. Бір олжаны сөйтіп көпшілікке таратпайды. Содан Алла тағала соны тыйым салады. Олай етпеңдер, бұл өйткені заңдылыққа қарсы деген сөз ғой. Сендер егер өз араларында ғана ұстап қалатын болсаңдар, не болады? Ол кептеліске алып барады. Кептеліс. Көшеде кептелістер бар емес пе? Сол кептеліске алып барады. Өйткені адамдардың бәріне жеткілікті емес, ақша қолдарында жоқ. Ол неге алып барады? Инфляция алып барады. Инфляция. Көрдіңіз бе? Девальвация деп айтамыз, экономика тілдерінде. Соған алып барады. Кептеліс қой жалпы. Ол негізі тарау керек. Зекеттің де идеясы сонда ғой, философиясы сондай. Зекет, садақа, нафақа деп айтамыз ғой, осы Құранда тілмен айтқан кезде. Солардың бәрі жалпы көп мағынаны қамтиды. Негізі біз зекет, садақа, нафақа деген кезде бір мұсылмандардың арасында ғана жүретін сияқты сөйтіп қалып түсініп жатырмыз да. Бірақ ол ондай емес негізі. Ол кең мағынада. Біз өйткені инфақ деген сөзді қазір мына осы сұхбатымызда, өткен сұхбатымызда ашып жатырмыз. Ол негізі әлемдегі босату, толтыру деген заңмен бірдей деп жатырмыз да. Ол солай қолданған Құран. Садақа деген кезде тек ақшаны ғана, теңгемен ғана екен деп ойлап қалады адамдар. Садақа деген ондай емес. Ол өйткені хадис айтады ғой, адамның әрбір буынына садақа дейді да. Солай ғой. Бізде мысалы 360 буын бар. Адам әр буынға бір садақа беріп отырсаңыз, бір жылыңыз бітеді де сонымен. Солай ғой. Зекет деген бар. Зекет деген не мысалы? Зекет деген сізде бір мөлшерде жеткен мал, ақша, 4 түлік мал, егін немесе содан бересіз адамдарға, айналаңызда. Сіз сол жерде жаңа бір деңгейге көтерілесіз. Зекет деген мағынасы сондай. Закка, юзакки деген сөз, ол адамды тазалайды, адам тазалайды. Тазалайды деген керек емес кірлер бар ғой денедегі, киімдегі, немесе үйдегі шелектегі қоқыс керек емес қой. Және де керекте нәрсе бар, бірақ ол айналымға жібермесеңіз,
циркуляшн, иә, мәселен айналым, циркуляция, соған жібермесеңіз ол өзіңізге зиян береді. Ол да бар, ондай да бар. Солай, біріншіден айтайық, сізге керек емес нәрсе бар, сіз онан босауыңыз керек. Және сізге керек бар, бірақ ол керегіңіз айналымға жібермесеңіз, ол көп ұзамай сізге зиян бере бастайды. Денсаулығыңызға, балаңызға, малыңызға, жаныңызға, басқа түрлі. Солай. Мәселен, жаңа біз айтып отқан нәрсемізде бір білімді тығып ұстадыңыз. Бір білімді не істедіңіз? Тығып ұстадыңыз да. Қалай тығып ұстадыңыз? Мен ақ білейін. Солай. Мен ақ білейін, басқалар білмей ақ қойсын. Мен осы өзім ғана көтерілейін, өзім ғана сонымен ақша табайын деген секілді бар ғой. Ол дұрыс емес та. Өйткені Алла берді ма, сол сізге беріп тұр. Қуансаңызшы. Басқаға берген жоқ қой. Сізге беріп тұр. Кітап қылып жазсаңыз, сіз автор болып ретінде қаласыз. Солай ғой. Демек сіз не істедіңіз? Өмірде артыңызға мұра тастадыңыз. Шын бақыт осы. Мысалы, Шәкәрім атамыз айтады ғой, ғибрат алар артынан із қалдырсаң, шын бақыт осыны ұқ, мәңгілік өлмейсің дейді. Солай? Сонда мәңгілік өлмеудің бір жолы артта бір ғибрат алар із қалдыру керек та, ол білім болар, олар кітап болуы мүмкін. Солай, ол бір жоба болуы мүмкін. Садақа жария деп айтады ғой дінде. Сауап үзілмейтін не. Мысалы, бір ақшаңыз болса, бір жерге құдық шығарып кетерсіз. Өйткені құдығы жоқ ауылдар бар. Су таза су ішпейтін ауылдар бар да бізде. Немесе бір орындық жасап кетерсіз, демалатын. Немесе бір бау егіп кетерсіз, мәселен. Солай ғой. Бір жоба жасадыңыз, ақша сол жобамен келеді. Сөйтіп бау егесті, ана халыққа не бердіңіз. Ал ол жаңа бір хадисте айтты, кім бір мұсылман ағаш егетін болса, содан кеп мал жейтін болса, содан кеп адам жейтін болса, тіпті содан кеп біреу ұрлайтын болса, көлеңкесі болса, жапырағын жаңа жинап алып, мысалы малға беруге болады, жемісін кеп құс жейтін болса, оның бәрі сол адамға садақа деп айтты. Көрдіңіз? Ал садақа деген сөзді біз тек теңгемен ғана өлшеп қойғанбыз да, сондықтан көп нәрсені біз түсінбей отырмыз негізінде. Жалпы зекет пен садақаны айтса, кейбір адамдар бар, шошиды, неге осылар сұрай береді дейді. Сіз жаңа сіз айтқан ақшамен байлап қояды. Зекет, садақа деген сөз тек қана былайша айтқан кезде беру, мыналар сұрай береді дегенмен. Материалдармен ғана неткеніміз ғой. Мысалы, ілім білдіңіз бе, біліктілігіңіз бар, оны шығарсаңыз, пайдалансаңыз, босату, иә. Сізге жаңа бір ілімдер Алла тағала бере бастайды. Ашыларсың жылма-жыл. Иә, ашыларсың жылма-жыл. Мәселен, Абай атамыз айтады, өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл дейді. Өзге үшін үйренсең, басқа үшін үйренсең. Біреу білмес, сен білсең, білгенінің бәрі тұл дейді. Жарамайды дейді. Өзіңе зиян келтіреді. Солай ғой, өзіңе зиян келтіреді. Міне, аталарымыздың сөзімен келтіріп жатырмыз, осы аша берсек, оның бәрі көп дүниеде, мәселен. Жалпы батыста, шығыста түсінген кезінде. Иә, бұл нәрсені енді түсінген, саналы түрде, бейсана түрде де бұл әлемдегі банағы айтқан Құрандағы аяттың енді жақсылыққа жетем десеңдер деген жақсы көретін нәрселерін жұмсау керек. Бұлайша айтуға да, міне жақсылық тұр, міне жұмсайтын нәрсеміз тұр, міне жамандық тұр. Жұмсайтын нәрсеміз ортасында тұр. Уақытымыз, энергиямыз, пікір, сөздеріміз, ақшамыз. Барып чипсы аламыз, болмайтын сөздер, пікірлер, комментарий, қысыр әңгімелер, пыш-пыш әңгімелерді міне жұмсап жатыр. Жамандық дайындыр, оң жаққа жұмсадық, жақсылық дайындыр деген сияқты ғой енді. Иә, бір мәлімет, мысалы Америкада ең осы инфақ деп айтамыз, садақа. Ең көп ел осы Америкада. Ең көп қайырымдылық қорлар. Өйткені миллиардерлер ол жақта көп. Олар жаңағыдай миллиондар береді, босатады өзінен. Инфақ. Енді онымен аурулар, басқалар, мәселен жаңағыдай су жетпей жатқан көп деген нелерге, салаларға кетеді. Америка өзі сонымен тұр ғой негізі. Жақсылықпен тұрды жатырмыз. Біз енді Америка қарағанда басқа бір жағынан қарарымыз мүмкін, солай ғой. Бірақ ол жақтың да жақсылықтары көп негізінде. Басқа елдерден көп жақсылықтар бар да, міне. Қайырымдылық қорлары ең бірінші, күмән жоқ, ешқандай ол Америка. Қайырымдылық қорлары көп сол жерде. Әлемдік жұлдыздар бар, кейбір жаңа кино индустрия саласындағы. Иә, жалпы ол айтып жатырмыз, ол мұсылман болсын, мұсылман болмасын, жалпы сіздің ақшаңыз, сіз мұсылмансыз ба, жоқ мұсылман емессіз ба, бәрібір бір жақсылыққа кетіп жатыр. Ол адамдар сіздің қалай тапқаныңызға, енді кім екеніңізге ол айырмашылық жоқ оларға. Ол әйтеуір содан пайдаланып жатыр. Мәселе соны босату, толтыру деген заңдылық осылай әлемде қандай түрде, деңгейде жүзеге асып жатыр, біз соны қарап ойлануымыз керек негізі. Солай.
Бізде бірден жаңағы Американы басқа десек, жаңағы оның сеніміне, нанымына кіріп кетеді, ол ондайға, ол мындайға деп ше. Мысалы Анджелина Джоли деген кісінің өзі де жаңағы бала асырап алған, біраз жаңағы жетімдер үйінің өзінің қорлары бар. Мысалы ол былайша айтқан кезде жаңа сіз айттыңыз ғой, айналымға түсу керек ақшасы. Ол мына қайырымдылыққа ақшасын берді, босатты, оның орнына толып жатыр да. Циркуляция. Ал енді оның сенімі қандай, оның пікірі қандай, жаңағы діні қандай, ол ол енді өз жауап оның береді. ниеті қандай еді? Хадис айтты ғой, Алла тағала сендердің ниеттері мен амалдарыңа қарайды деп. Ондай амалды біз жасап жатқан жоқпыз. Ондай қайырымдылық қорларын, мәселен, солай ғой, ақша аударып жатқан біз жоқ мысалы. Енді ниетін тексереміз ба? Ниет ол Аллаға мәлім. Солай ғой. Алла соған қарайды екен. Адамдар оның ниетін біле алмайды. Ниет өлшейтін зат жоқ. Бірақ біз бір ниетіміз жүзеге асқан кезде біз білінеді да, қалай амал етіп жатырмыз, ниетіміз соншалықты білінеді. Өйткені ниет ішкі нәрсе, амал сыртқы нәрсе ғой, көбінесе. Сондықтан монитордың артына отырып алып, немесе экранның артына отырып алып, мықты болудың қажеті жоқ, солай ғой. Алла таразылаған кезде кімнің таразысы жоғары тұрады, оны уақыт келеді өзі негізі. Сондықтан Шәкәрім атамыз айтады ғой, біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз бойыңды тазалап, өз ойыңды мазалап, өзіңмен күрес өлгенше дейді ғой. Сондықтан өз ойымызды мазаласақ, өз бойымызды тазаласақ, тазарту, босату, жаңағы толықтыру деген нәрсе сол кезде келеді екен. Умраға баруды жоспарлап жүрсіз бе? 16 жылда 70 мыңнан астам қажыны ұлы сапарға жіберген Атлас Туризм компаниясы сіздің де умра сапарыңыздың сенімді серіктесі болуға дайынбыз. Эйр Астана әуе компаниясымен ұшып, 4-5 жұлдызды қонақ үйге тұрақтап, білікті гид-ұста жетекшілігіңізбен умраңызды атқарыңыз. Сіздің қасиетті мекендегі құлшылыққа толық көңіл бөлуіңіз үшін сіздің барлық жағдайыңызды толық қамтамасыз ететін боламыз. Ұшу Алматы, Астана, Шымкент, Ақтау қалаларынан жүзеге асады. Толық ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp номерге немесе описаниядағы ссылкаға өтіңіз. Енді әңгімемізді түйіндей келе, жалпы бұдан бір ұғатын нәрсеміз, өз кісі өңгісі келетін жалпы тұлға, жаңа айтып қалдыңыз, тұлғалық даму, тұлға болып қалыптасу үшін адам өзінде не нәрсе бар, соны беру керек, оған келеді, оған дәлел аят. Жақсылық дайын тұр сізге. Қолыңызда бар нәрсені бөлісіңіз, беріңіз, миыңыздағы мықты білімді ішіңізге сақтап, өзіңізбен бірге кетіп қалмасын. Керісінше берсеңіз артады. Сол жақта ішкі реніштерді босату керек. Ішкі ренішті босатқан кезде сізге жақсылықтар келеді, жақсылықпен орнына толады негізінде заңдылық. Тек адамдар 20 жыл, 30 жыл біреуге ренішін ұстап отырады да, ол сонымен ауырады, ол сонымен жүйкесі тозады, ол сонымен жаңағы кедейлікке, тапшылыққа түседі өзінен өзі. Оны Құдай істеп жатқан жоқ негізі. Алла тағаланың бір есімі әл-муъмин. Муъмин деген сөз амандық беруші. Алла тағала сізге аламай жүрген өші жоқ жалпы негізі бар ғой адамдардың. Өздері жасап алады да, сөйтіп Құдай мен басыма жазып қойған болса мен көремін деп айтады. Ол өзің жасап жатсың. Жаңағы Сұлтан Махмұд атамыз айтқан сияқты, жақсылық көрсең өзімнен, жамандық көрсең өзімнен, тағдыр қылды деулерді шарамның сөзінен, өзім қылдым деулерді таса қылман көзімнен деп айтты ғой. Кейбір адамдар болады ғой, бір белгілі жасқа жетіп қалған, бірақ ренжі бар да. Өткен 2015-те деп ренжіген ғой саған, 10 жыл болып қалған. Сонымен тастамай жүреді, сөйтіп. Өзі сахар болдым дейді, ең соңында ауырады, жаңағы Құдай сақтасын онкология бір нәрселер болып кетеді да ше. Сол жаңа эмоциялық кір босатпаған, жаңа нәрсе Құдай берейін десе, шелектей қылып берейін десе, ыдысы жаңа кеседей болып тұр, оған қалай береді? Сондықтан айтты ғой, бір қауым өз деген өзгертпесе, пікірін өзгертпесе, жаңағы басқа жаманшылықты өзгертпесе, Алла тағала оларды өзгертпейді деп айтты. Жалпы осының барлығын білеміз, көпшілік те біледі деп ойлаймын. Жаңа енді аятты нақты білмейтін шығар, бірақ аятты айттыңыз сіз. Жақсылық келу үшін өздеріңе жақсылық дайын тұр, міне жету үшін жақсы көретін нәрселеріне жұмсаңдар деді. Осы жерде сенім мәселесі бар ғой. Адамдар осыны істемейді. Демек оның сенім деңгейі, сенімде проблема бар онда. Солай. Оны қалай күшейтсек болады, бір қысқаша ғана айтсаңыз? Сенім деген біз иман деп айтамыз ғой, дінде иман деп айтады. Өзі иман екі түрде болады. Иман деген сөз біріншісі, сіз мына бір істің жақсы екендігіне сенесіз жалпы. Солай ғой. Кімнің қолынан жүріп жатыр ол іс, мейлі, айырмашылық жоқ. Діні қандай жалпы жақсы іс істеп жатыр. Солай. Түбінде сол істің жақсы екендігіне сенеді. Сосын кейін иман дегеніміздің бір мағынасы амандық ету. Сіздің ойыңыздан, сіздің сөзіңізден, сіздің ісіңізден айналаңыз аман болады. Солай. Жапа шекпеу керек.
жапа шекпеу керек. Иә, мәселен иман дегеннің мағынасы, келесі сұхбаттарымызда осы жайлы тоқталармыз. Енді қалай сенім? Жалпы мынандай ғой, тәуекел арқылы болады да ол негізінде сенім деген. Солай ғой. Мәселен сіз бір жақсы екендігін білесіз бір істің, бірақ істемей жүрсіз, соған қадам басуға қорқасыз. Солай ғой. Ал енді қорқыныштар ол жаман ойлардан келеді да. Мысалы Құранда айтады, шайтан сендерді жаман нәрсемен қорқытады дейді. Кедейлікпен қорқытады дейді. Мысалы солай. Сондықтан бұл нәрсені қорқа бермей, кішкене қозғалу керек жалпы. Сол бірінші қадам өзі кішкентай, қорықсаңыз қатты бір қадам басыңыз, бір білмеймін қандай нәрсе болса, қандай нәрсені істей алмай жүрсіз, бір адам кешіре алмай жүрсіз ба, бір адамнан кешірім сұрай алмай жүрсіз ба, бір жобаны бастай алмай жүрсіз ба, жалпы ниет бойынша, ой бойынша да сондай жасаймын деп ниеттеніңізші, соны ниетіңізге Алла Тағала жауап береді. Өйткені хадисте айтты ғой, мұъминнің ниеті имандының ниеті деген сөз ғой, мұъмин деген сөз. Сенетін адамның ниеті амалынан жақсы деп айтты. Солай. Сондықтан Алла оны келтіреді жалпы. Сізге бір жеңіл нәрсені икемдеп береді. Оны шығыста айтқан, батыста айтқан. Сенсеңіз болды жалпы. Осы нәрсенің жақсы екендігіне кішкене бір қадам басайын деп шешім қабылдасаңыз, болды, ары қарай өзі сіздің сеніміңізді ақтайтын жағдаяттар пайда болады. Тәуекел деп өте күшті айтылды енді бұл жерде. Мысалы, бір кітаптың біреулер айтады, мен бір күнде оқып тастаймын дейді. Жаңа айтқан, сіз 3 бетін оқыңыз. Сосын сол 3 бетіне 15 минут, 20 минут ойланыңыз. Телефон бәрін өшіріңіз, ойланыңыз, ой жүгіртіңіз, қалай істесем болады, не істесем болады, салыстырып көріңіз, өзіңіздің салт ғұрпыңызға келе ме, келмей ме, мысалы, сіздің жаңағы тұжырымыңызға. Сосын бір белгілі бір ой шығады, соны картинаны жүзеге асыру, ол уже шешім болады, былайша. Көп адам істеуден бұрын, сол бір істі істеуден бұрын ойлаудан қорқады да. Ой дегеннен ол өзіңізде қалып жатқан нәрсе ғой негізінде. Ешкімге зиян бермейді. Сол ойлану арқылы ойды байыту керек негізі. Ойды байытқан кезде адам өзі іштей сене бастайтын бірінші қадамды бастайды. Бірінші қадамды бастаған адам, ол екінші қадам Алланікі ғой жалпы. Солай. Екінші қадам Құдайдікі. Енді құрметті көрермендер, жалпы әңгіме өте ұзақ болып енді жалғаса береді негізі ше, былайша айтқан кезде. Бірақ эфирді тамамдауға енді мүдделі болып тұрмыз қазіргі таңда. Сондықтан келесі эфирлерде жолыққанша Алла пайдалы етсін баршамызға, қазақ қоғамына, Қазақстанымызға пайдалы етсін. Арнаны тіркелеміз, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, қолдай отырыңыздар, бөлісе отырыңыздар. Жалпы көпке пайдалы болсын. Бұл кеңінен тарауына себепкер болыңыздар. Амандықта жүздескенше.